бүгінгі күнде барлық тараулар сияқты медицина тарауында да көп қана өзгерістер, жаңалықтардың жүз беріп отырған куәсі болып отырмыз. Әсіресе халқымыздың саламаттылығын бекемдеу жолында алып барылып отырған жұмыстар көзді қуандырады. Әлбетте, бұл бойынша бізде мейманымыз бар. Таныстырып өтсек, мемлекеттік медициналық қамсыздандыру қоры Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлімі бас ханигесі Амирбек Маратов. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Көрсетуімізге қош келдіңіз. Амирбек, дәстүр сәубетімізде міне амбулаториялық науқастар үшін реимбурсация программасы деген не бағдарламасы. Һәм бұның мақсатлары нелерден ibarat? Әуелен бар, ассалаумалейкум. Телетамаша көйлі. Бұл амбулатор кеселіктер бар науқасларды, яғни созылмалы кеселіктермен есепті тұрушы науқаслардың дәрі-дарманлардың айрым бір бөлімін қаплау туырсындарының тасдиқлануы хақында 619 саны Өзбекстан Республикасы Министрлер Комитетінің қарары бойынша істелініп отқан дәстүр болып есептелінеді. Бұл хақында толығырақ мағлұмат беріп өтетін болсам, ең басты бұл дәстүр, яғни реимбурсация дәстүр Қарақалпақстан Республикасында 1 январдан бастап жолға қойылып басталған болса, бүгінгі күнде толығынан іске әмелге асырылып келінбекте. Ең бірінші Қарақалпақстан Республикасында бұл дәстүр бойынша 5 түрде кеселіктерменен басталынған болса, бүгінгі күнге келіп 7 түрде кеселіктер көбейген, 11 түрдегі дәрі-дарманлармен басталынған болса, бүгінгі күнге келіп 28 түрдегі дәрі-дарманлармен көбейтілген. Бұларда ең тикарғы мақсаты амбулатор кеселігі менен амбулатор шариғатта емделетін науқастар болады. Олар кеше күндіз бақылауда болмайды, яғни амбулатор шариғатта болған науқастар болады. Айрым бір созылмалы кеселіктер, олар атап айтып кетсем, жүрек ишемик кеселігі, жоғары артериялық қан басым кеселігі, қантлы диабеттің 2-ші түрі кеселігі, қантсыз диабет кеселігі, асқазан ішектің айрым кеселіктері бар. Атап айтып кеткенде сол кеселіктермен диспансерлік бақылауда, яғни бақылауда тұратын науқастарға шаңырақ шипакерлері тарапынан жазылған электрон рецепт дәстүрі тикарында жүрілетін дәстүр болып есептелінеді программа. Қандай жағдайдағы науқасларды сол дәрі-дармақлармен тәмелеу жолға қойылуы назарда тұтылған? Жаңағы айтқанымыздай, саламатлық группасына қарап, өзі 4 группаға бөлінетін болса, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші группаға бөлінеді. Соның 3-ші, 4-ші топары, яғни кеселіктер, созылмалы кеселіктер мен диспансерлік бақылауда тұрушы науқастар кіріледі бұларға. Жаңағы айтқаным 7 түрдегі созылмалы кеселіктер мен есапта тұрушы науқастар беріледі. Реимбурсация үшін дәрілік затлар алу үшін науқастан қандай құжаттар талап етіледі? Ең бірінші реимбурсация үшін науқастан өзіне шаңырақ, мысалы біз әр адам шаңырақ поликлиникасы емаса шаңырақ шипакерлік пунктіне біріктірілген болуымыз керек. Ең бірінші, кейінен өзі сол науқас шаңырақ шипакеріне бір ғана паспорты емаса паспортқа ұқсаған мағлұматын өзінің тасдиқлау сюжетімен барады. Һәм ойерде электрон рецепт, яғни диагнозларына, стандарт протоколларына тикарланып электрон рецепт жазады шаңырақ шипакері. Һәм сол рецепті димет системасында жазады. Содан кейін содан алады да паспорты менен барады, емаса қосымша ретінде телефонына димет деген программаны установить етіп алса, өзіне приложение жүктеп алса, сол арқылы паспорты мен аптекаға, дәріханаға барады, паспорт данныйын көрсетеді, һәм ана электрон рецепті көрсетеді. Емаса телефондағы жаңа кодты көрсетеді. Сол менен қысқаша алса болады дәріханаға. Реимбурсация бағдарламасы бойынша ислесуде қандай шөлкемлермен ислесу жолға қойылған? Реимбурсация бағдарламасы менен тикарынан мемлекеттік емес шөлкемлер болады, олар дәріханалар, аптекалар деп есептелінеді. Мемлекеттік дәріханалар, яғни социалдық дәріханалар болады. Бұл азыр біздерде Қарақалпақстанда социалдық дәріхана менен шарттама түзілген, мемлекеттік емес дәріханалармен шарттама түзілген. Біздерменен, яғни мемлекеттік қамсыздандыру қоры менен шарттама түзген әрбір дәріханалардан барып, мысалы өздері алса болады. Оны кім айтады дегенде, мысалы қайсы аптека екен шаңырақ шипакеріне барады. Шаңырақ шипакері, яғни сол шаңырақ поликлиника емаса шаңырақ шипакерлік пунктіне әрбір сол нелерге бекітілген дәріханасы болады. Соны өзі дәріханасын айтып жібереді науқасқа шаңырақ шипакері. Келешекте бұл дәрі-дармақлардың тізімін елде кеңейту жұмыстары жолға қойыла ма?
жолға қойылады деген ниеттеміз. Себебі бұл дәстүр енді басқыш әмелге асырылып бармақта. Ең бірінші айтқанымыздай, жаңа 1 январда мысалы 11 түрдегімен басталған болсақ, онан кейін 18 түрдегі көтерілді, онан кейін 28 түрге сағыныш сақтау базасы, яғни денсаулық сақтау министрлігі, Өзбекстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің 24 июльдағы 226 бұйрығына тикар дәрі көлемі үлкейіп кетті да, 28 атамаға көбейді. Ол бара-бара 2026 жылдың аяғына барып кепілленген пакет тикарында сол неден шығып кетпеген алда, соның барлығы қосылып бара ма, бұны басқыша әмелге асырылады да бұл дәстүр. Әмирбек, бұл алып барылып жатқан жұмыстар халқымыздың саламатлығын бекемдеуде қандай өзінің нәтижелерін көрсетіп жатырды? Бағдарлама халықты қаншелі дәрежеде қамтып алған? Тура айтасыз. Қазірде біздерде нәтижелігін көрсету, ең бірінші нәтижелігін көрсету үшін ең бірінші біздер шаңырақ шипакерлерінің өздерінің белгілі аймақларындағы науқастарды өздеріне жалып ету, яғни шақыру керек. Ең бірінші патронаж қызметі болады, сол арқылы шақырып, ямаса телевидение, радио арқылы жариялап, сол кезде қамтып алу жүзді жақсы рауажланады. Кейін және бір мәрте біздерде қазір бүгінгі күнде 10 айлықтың жұмағы бойынша 107 мыңнан астам рецепт рәсмилестірілген, һәм ол реализация болғанда алынған. Атап айтқанда, оның қаржысы 3 миллиард 620 миллион сом аптекаларға, дәріханаларға төлеп берілген. Мемлекеттік бюджет қаржылары есебінен мемлекеттік қамсыздандыру қоры төлеп берген. Пайдалы мағлұматлар болды.